Ассалаумағалейкум достар, giveaway мотовлог арнаға қош келдіңіздер. Осы алғашқы видео қазақ тілінде жазылмақшы. Менің атым Нұрсейіт болады. Қазіргі видеода сіз менің достармен бірге Алматының тауда жүргенімді көресіз. Жаяу емес, көріп тұрғаныңыздай менде мотоцикл киімі үстінде. Қазір мотоциклмен жүреміз. Сол видеоға назар бөліңіз. Дәл өз сәтте мен өз гаражыма бара жатырмын. Менде 3 мотоцикл бар жалпы. Қазір өзіңіз көресіз. Қай мотоциклмен барымды мен уже шешім қабылдадым. Ал сіздің ойыңызша қандай мотоциклмен мен қазір барам? Мынау Yamaha 250 VR модель. Мынау Suzuki DR 650. Ал мынау болса KTM 890. Әрине мынау ең ауыры. Мынау болса ең жеңілі, бір цилиндрлі. Ал мынау орташа салмақты. Бұл да бір цилиндрлі, бірақ қана бұның өлшемі 650 куб. Біздің баратын жер жақын жерде болса да, жолда неше түрлі нәрселер болып жата мүмкін. Сол үшін инструмент алам. Инструмент аламыз. Мына жақта плоскогубец, неше түрлі ключтер жатыр. Осы рюкзак, үстінде осы рюкзак болады. Рюкзакта тек қана осы инструмент болады. Инструменттен басқа ештеңе қажет емес. Айтпақшы, насос та бар. Мынау велосипед качайтын насос мотоциклға да жарай береді. Так, осы рюкзак обычный жалпы бұл рюкзак емес. Мына рюкзактың ішінде гидропак бар. Мына шлангпен тура жолда тоқтамай су ішалам. Мына замокты қарасақ, замоктың ішінде 2 литрлік емкість бар, гидропак. Сол гидропакпен шаршамау үшін әрқашан су ішіп отыру керек. Әйтпесе күшіңіз жетпей қалса, онда мотоциклмен неше түрлі қателер істей аласыз. Ал жолсыз жерде жүрген кезде қате деген по-любому құлайтын әңгіме. Сол жерге құламау үшін шаршамау керек. Шаршамау үшін су ішу керек. Мотоциклді құлаған кезде көбінесе статистика бойынша аяқ жараланады. Сол үшін жолсыз жүретін болсаңыз, дұрыстап бір етік кию керек. Осы етік Alpine Stars деген фирмалы етік. Мынаған қанша? 6 жыл болды мынаған. Неше түрлі жолды көргем мынау. Сол етікті киіп, қазір дайындалып шығам. Мынау су өткізбейтін етік. Етік астында мынандай ұзын бір носки керек. Осылай киесізді. Так, сосын осылай оны жабасыз. Мына жақта бір замогы бар, замокпен жабасыз. Өйткені аяқ өте қымбат зат. Аяқтың ішінде көп буын бар, соны сындырмау үшін обязательно әрқашан осында етікті киіп жүру керек. Егер қиын жолсыз жерде жүретін болсаңыз. Етікті кидік, енді бас киім керек. Әрине, любой түрлі каска жарай береді. Мынау таза эндуро каскасы. Мынау болса қалада жүретін каскалар. Доставкамен жүретін балалар бар ғой. Олар көбінесе мынандай касканы киеді. Өйткені қалада терлемейсіз. Шешу, кию өте оңай. Так, мынау болса чисто жолсыз жерде жүру үшін эндуро. Вентиляциясы мықты, защитасы да керемет. Маркасы Bell. Бұны мен шетелден сатып алдым интернет арқылы. Қазақстанда да сатуы мүмкін, бірақ қана Қазақстанда осының бағалары 100 мыңнан аса болу мүмкін. Мен бұны 80 евроға алдым. 80 евро бұл қазіргі ақшамен есептесек 38-35 мың болатын шығар. Сосын қолғап. Эндуро
эндуромен жүретін болсаңыз, эндуроға тәсіл осындай қолғап бар. Мынаның защитасы көп емес, бірақ қана қолда өте жақсы отырады. Ой, бақшы мені. Қолда өте керемет отырады. Мынау жеп жеңіл, ауаны өткізеді, қолыңыз қатты терлемейді. Сосын тормоз басу үшін, сцепление басу үшін өте ыңғайлы мынау. Ал егер ұзақ бір сапарға шығатын болсаңыз, онда туринговый қолғап керек. Мынау да эндуроға ұқсайтын қолғап, бірақ қана мынау туринг қолғабы. Мынау біраз ауыр емес, бірақ қана мынау анадан салыстырғанда мынау өте қалай айтушы едім? Қалың, иә. Мынау болса чисто туринговый, міне. Суықта киетін қолғап міне. Енді келешекте осы видео сізге көп ұнаса, келешекте осы экип туралы, мотоциклға киетін бүкіл заттар туралы мен сендерге дұрыстап, әңгімелеп, бәрін түсіндіріп берем. Ал кеттік уже, шығу керек. Балалар күтіп қалады қазір әйтпесе. Ал сіз білгендей осы жер компас заправкасы, тура Восточка көшенің бойында. Осы жерде көбінесе мотоциклдер жиналады, сосын осы жерден олар сапарға шығады. Дәл осы кезде мен де бүгін қазір екі досымен кездесем, біреуі Алишер, екіншісі Олег. Біреуі қазір Африкамен келеді, Honda Africa Twin, екіншісі Ямахамен келу керек, эндуро мотоциклмен. Бүгінгі жоспар, осы тауды көріп отырсыздар. Ана жақта Көктөбе, ана жақта орталық жақ. Қазір мына жақтан шығып, оң жаққа Кенсай Зират жаққа барамыз. Сол жаққа бару керек. Өйткені мен осы жолды өте қатты білмеймін. Жолды көрсететін бүгін Олег болады. Ол білет осы жақтың жолдарын. Сол Олег бүгін навигатор болады. Енді мотоцикл дегенде мен 650-мен келдім. Өйткені жалпы осы мотоцикл осындай таумен жүру үшін өте ыңғайлы мотоцикл емес. Өйткені мынауның салмағы 168 килограмм. Ал эндуро дегенде мотоцикл өте жеп жеңіл болу керек. Өйткені жол бытшыт болады. Сол жолмен жүру үшін әдемілеп жеңіл мотоцикл керек. Эндуро мотоциклдер олар 100 килограммнан жоғар бастайды. Сол анау Ямаха көргендей, ол үйде менде қанша 115 килограмм. Мына мотоциклді не үшін алдым? Өйткені мен мынаны март айында осы 4-5 ай бұрын Америкадан қабылдап алдым. Осы мотоциклмен мен Америкада жүрдім. Егер менің видеоларымды қарасаңыз арнадағы көресіз. Мен былтыр осы жазда июнь мен июльде Америкада жүргем осы мотоциклмен. Сол мотоциклді Қазақстанға алып келіп, енді карбюратор дұрыс істемей, мынаны енді дұрыстап жөндеткізіп, енді қазір осы мотоциклмен тауға барам. Тест жасау үшін. Өйткені қалада мынау неше жүреді. Кей кезде өшіп қалады. Кей кезде қаластой қот болмай қалады. Енді мынау жөнделген сияқты, енді алғашқы рет осы мотоцикл Алматының тауларына шығады. Сол себеппен осы мотоциклмен келдім. Ал әшейінде мен Ямахамен 250-лікпен барушы едім. Осы жігіт Алишер деген жігіт. Танысып қойыңыздар. Мына жігіт қазақша біледі, бірақ екі сөз біледі. Қазақша контент. Мына айтқандай, мына жігітте Yamaha DT 125, мынау вообще менікінен де кішкентай моторы. Қазір Олег келеді, шығамыз сразу. Олар жалпы уақытта келуі керек. Өйткені мен бұларға әрқашан айтып отырам. Кешікпеңдер деп ұрсам бұларды. Қайда ана екінші жігіт?
Мына келдім, мына жігіт Африканы айдайды. Аты Олег. Біраз болған уже, да, көрмеппіз. Давно не виделись, да? Полнейший, да. Красавчик, красавчик. Мына жігітте ең ауыр мотоцикл. Африка Твин. 1 литрлік. Мынаған қиын болу керек жалпы, өйткені эндуроға мынау жарамайды. Тура мына таудың етегіне келіп отырмыз. Что-то мен дөңгелегім өте қатты үрленген. Біраз желді жіберу керек, әйтпесе өте қатты. Иә, Алишер айтқандай, сильно пиздет болады дейді. Мен бұны қаламен жүру үшін 26 ма 28-ге үрледім. Біраз үрледі. Біраз желді жіберу керек. Мынандай жол жоқ жерге жүрген кезде, әйтпесе мотоцикл өте қатты жүреді. Сосын зацеп болмай қалады. Воу! Какая қараңшы, қандай әдемі жер, а? Ана жақ Талгарский трассамнан. Ана жақта әні халық арена жатыр. Сонда біз Талгарский кольцоға жетпей, оң жаққа тау жаққа бұрылып кеттік. Мә, қандай әдемі жер екен, а? Осында мен алғашқы рет келіп отырмын. Нет. Олег сұрап отыр. Там, в принципе, Мына жердің жолы қалай екен? Өйткені біз қазір екінші жолға барамыз. Екінші жолмен Олег жүріп көрген жоқ. Қорқып отыр, мындай ауыр мотоциклмен өте ала ма, өте алмай ма? Бұл ең номер 1 сұрақ қой. Любой мотоциклист сұрайды, эндуро жүрген кезде өте алам ба, өте алмайым ба? Өйткені мына жақтың жолы енді аса ауыр деп айта алмаймыз. Өйткені бұдан да ауыр жолдар болады. Тас, құм. Мынандай жыртылған жер, шөп жатқан, құм жатқан, неше түрлі. Мына қазір олар ақылдасып отыр. Барамыз ба, бармаймыз деп. Ауа райы что-то былай қарасақ, жаңбыр жауа ма, жаумай ма? Жаңбыр жауса, мына жер бәрі батпақ боп, мотоциклмен жүру өте қиын болады. Сол, қандай әдемі көрініс, е? Керемет. Қарасаңдаршы, жолды біреу қазып тастады. Әне Алишер жынданып тұр. Сол мотоциклмен машиналар жүрмеу үшін ғой. Қазір балалар қарап отыр, қай жақтан өтіп қалсақ болады. Мына жерден өтуге болады, ана жақтан да өтуге болады. Шынымен мотоциклистерден қарсы емес, мынау машинамен жүретіндер қарсы. Біреу сатып алған жер ғой. Қазір ана жақтан біреу шығып жүрмесін, мылтықпен өлтірем деп сендерді.
Осындай да жағдайлар болады. Көрдіңіз ба? Раз, два, взяли. Опа. Теперь мы... Мына, көрдіңіз ба? Мынау ауыр, қиын бір жер. Мына жақта байлап, равновесие ұстап, тіке жүру керек. Мынаның ішіне түсіп қалсаң, ауыр болады. Ауыр болады, жүре аласыз, бірақ қана ана жақта қиындау болады. Ана жақта. блогер, блядь. Бергель нахуй. Его на нос ногу левую, да? Мне надо, чтобы сейчас резина просохла полностью. Давай, давай, давай. Мына жолмен жүру керек қой. Я страхую тебя, страхую. Вот эти мои, давай, давай, ползи. Әне, айттым ғой. Каяға түссен осылай болады. Ничего, жетеді енді. Мотоциклдің күші көп. Күші жетеді. Ал енді мен өтіп берейін ана жақтан. Қалай өте аламын? Ал достар, мына төбеге шығып қалдық. Сағат қанша? Сағатымыз жоқ, сағат 6:30 болған шығар. Мына қалған көрінісі. Ана аяқта солтүстік жақта жаңбыр жауып отыр. Мына бірінші Алматы жақта смог, қатқаған смог қой. Жел жоқ бүгін. Жаңбыр жауа ма, жаумай ма? Балалар келе жатыр артында. Артындағы нөмірді қарасаңыз. Қай жерден майысты? Ой, мына мотоцикл керемет екен. Тартат бар ғой. Бірінші саласын, бірге саласында газды кішкене тұрып, ашасында тура артында сені біреу үтергендей ғой. Жол жаман болса да, трактор сияқты қаза береді, жүре береді, вообще тоқтамай. Ал кішкентай мотоциклмен болса, әрқашан газбен ойнап отырасың. Сцеплениемен, сцепление басып, ашып, мына жақ болса сцепление басуға вообще қажет жоқ сияқты. Бірақ қана равновесие ұстау керек, баланс ұстау керек. Әйтпесе көрдіңдер ғой, бағана мынандай галия, ортамен ақырындап тұрып жүру керек. Әйтпесе калияның ішіне түсіп қалсаң, онда кейбір калиядан шығу қиын болады. Что, не айтасың? Короче, вот посмотрите на меня, на мотик. Это возможно, но не так просто. Не так просто. Как в рекламе КТМ. Мына жігіттің резинаны қарасаңдар. Вообще резина жолсыз жерден жүретін резина емес мынау. Бар ғой, артқы біраз бар. Сонда да. Көрдіңдер ғой? Я не приехал, просто на заднем колесе ехал всю дорогу. Только поэтому. Я солай датса қайтақ болады. Где? Александр қайда? Едет, слышно же его? Да я из-за вас, бля! Надо ходом. Чё встали? Сейчас съебаться будет. Кто? Вниз катись и обратно ходом залети.
просто руки делают. Ты повзрослел на год. Просто жігіттер мені Медеоға келдік. Каток мені тұр. Жанымда Олег тұр. Алишер жолмен кетті. Мені Suzuki DR мен жағана айтқандай күшті мотоцикл. Ешқандай проблемсіз шығып кетті. Ал мына мотоцикл бұдан да керемет. Бірақ жалғыз жүрсем мен өте қиын болады. Олег бағана айтып отыр, жалғыз басымен ана подъеммен шыға алмаушы еді. Бірақ жанында достары бар ғой, шығарып бердік оны. Сол енді келешекте тағы да видеолар шығатын сияқты. Егер сендерге ұнаса, лайк қойып беріңіз. Бұл егер маған мотивация болса, мен келешекте де осындай видеолар көп жиі түсіре беремін. Сау болыңдар. Сау бол.